Кір сабынның қандай ерекшеліктері бар? Кір сабынды қолдану қаншалықты тиімді? Оны пайдаланған кезде қандай жанама әсерлері болуы мүмкін? Видеоны соңына дейін көріп, кір сабынның адам денсаулығына қаншалықты көмектесетіндігі жайлы біле жүріңіз. Видеоны көрер алдында біз барлығымен сәлемдесіп, жиі ауырғысы келмейтіндерді, пайдалы ақпаратты бірінші болып естігісі келетін жандарды каналға жазылуға шақырамыз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Қазіргі таңда біз кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланатын болдық. Бірақ оның адам денсаулығына тигізер пайдасы да мол. Мәселен, адамның қолына тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда оны инемен тескілеп, жанымызды ауыртамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сыртқа шығады. Егер шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кір сабынмен жууға кеңес береді. Су сабынды пайдаланып болған соң, артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сірке суын қосып, шашты қайта жуасыз. Шаштың түбін қатайтуға көмектеседі. Оған қоса, таза ауруына шалдыққанда дәрігерлер кір сабынмен жуынуға кеңес береді. Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Буға түсерде сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып қана қоймай, денеңіз сергіп қалады. Сулы бет орамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минуттан күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмауынан айығады. Көгерген, жарақаттанған жеріңізді кір сабынмен жусаңыз, жараны асқынуынан және микроб түсуінен қорғайды. Жараның бетін күніне 2-3 рет жусаңыз жеткілікті. Күйіп қалған жараға суға немесе отқа күйгенде сабынды езіп жақсаңыз ісікті қайтарып ауырғанын басады. Ит тістеп алған жағдайда қан тоқтағаннан кейін жараға сабын ерітіндісіне малынған дәкіні басыңыз. Құлап қалған жағдайда дереу кір сабынды жағыңыз. Ол көгеруден сақтайды. Ер адамдар қырынғаннан кейін тері тітіркенсе, кір сабынмен сабындап қоюға болады. Көпіршік кебуін күтіп, кепкеннен кейін сумен шайыңыз. Құрметті көрермендер, барлық материалдар тек ақпараттық мақсаттарға арналған, есіңізде болсын. Өзін-өзі емдеу сіздің өміріңізге қауіпті болуы мүмкін. Кез келген дәрі-дәрмекті және емдеу әдістерін қолдану бойынша кеңес алу үшін дәрігерге хабарласыңыз.